жеткізе алмайм сөзбен, көргенімді көзбен, тазағандай өзен, өз өзімді сезем. Маған не бол, мен мүлдем басқа, кетсең алысқайым, баста ескі таспа. Мелодрама, далада жаңбыр. Бәріңізге сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Садрадин. Қалдарыңыз қалай? Бәріңізге дұғай экранның ар жағында сіздерге дұғай сәлем жолдаймын. Қалайсыздар? Эфирға кірмегенім бәріңізге амандасайын деп, күшті уақыт өткізейік деп, қалдар жағдайларыңызды білейін деп кірдім эфирға. Қазір адам саны бәріміз көбейтейік, сол кезде әңгімені айтып бастаймыз. Әлиге рахмет, Роза үшін. Розаңа рахмет, інім. Рахмет, не дейін? Өзіңіз қалайсыз дейді. Бәріңізге рахмет, менде бәрі жақсы, шүкір Аллаға. Қазір жаңа әндер жаздым, бір-екі студияда отырып. Сосын қазір бұйырса бір үлкен жаңалықты дайындап жатырмыз, Құдай қаласа. Алла қаласа, концерттің уақытын сіздермен бөлісетін боламын, Құдай қаласа. Сіздермен турдың уақытымен бөлісетін боламын. Сәл ғана бір-екі шаруалары қалды, Құдай қаласа. Афишамен танысатын боласыздар. Ал бәріңізге сәлем, жаңадан кірген тыңдармандарға, көрермендерге бәріңізге сәлем. 5100 адам қарап отыр екен бізді. Бәріңізге сәлем. Альбом жайлы айта кетейік. Альбомның шыққанына бір айдан астам уақыт болды. Дәл қазір 10 күннен кейін уже 2 ай болады. Альбомның шыққанына 1,5 ай уақыт болды. Сол уақыттың ішінде альбомның қандай жетістіктерге жеткенін айтып өтейін. Әрине, оның бәрі сіздердің арқаларыңызда. Ең алдымен бірінші Алла, одан кейін сіздердің тыңдармандардың тыңдап қолдағанның арқасында. Альбомымыздағы қазір ең көп тыңдалған ән ол Бакырмен бірге Сағыныш деп аталады, фит. Қазір барлық топ чарттарда 2-ші орында тұр. Ең жоғарғы орында тұрған әніміз сол. Бірінші орында қателеспесем қазір иімен жасалған бір ән тұр. Түркше. Сол. Сәл уақыттан кейін бірінші орынға да шығып қаламыз, көтерілеміз деп ойлаймын. Мен оған сенемін. Одан кейінгі бізде қазір көп тыңдалып тұрғаны қателеспесем Apple Music'та бізде қазір 6 әніміз топ чартта тұр Apple Music'та. Ал Яндекс Музыкада 8 әніміз топ чартта тұр. Spotify'да да қателеспесем ең көп тыңдалған ән ол Сағыныш 2-ші орында тұр. Әндеріміз 2 айдан астам уақыт бойы топ чарттарда тұр. Қазір ең көп просмотр YouTube'да да жинаған 10 миллион қаралым болып қалды. Ол Сағыныш әніне, одан асып кеткенде де шығар, может, бәлкім қазір. Бәріңізге көп рахмет. Менің адамымды айтшы дейді. Қазір кішкене әңгіме айтып алайын, сосын әндетіп сіздерге ән арнап беретін боламын. Менің артымды осылай күшті қып көк түсті жандырып қойдым. Қалай? Әдемі ма? Егер қаласаңыздар розовый қып ауыстырып қойайын. Садыр розовый десеңіздер, егерде чатқа бәрі розовый деп жазатын болса, розовый түске ауыстыратын боламын. Өздеріңіз көріңіздер. Енді розовыйға ауыстыр десеңіздер, ауыстырайын, проблема жоқ. 10 миллион лайк жинай аламыз ба? Бұл жағын білмедім. Егерде 10 миллион лайк жинайтын болсақ, мен мына жерде не істейін? Футболкам шешейін ба? Айтыңыздар, егер 10 миллион лайк болса, желание айтасыздар, соны жазайын деген. Ал розовый дейді, қазір розовый деп жазып отыр. Розовыйға ауыстырайын ба? Бәрі жазып отқан сияқты ғой. Ал альбомды қорытындылай кететін болсақ, шүкір Аллаға, біз альбоммен, командамызбен, осы альбомның результаттарымен, қорытындысымен қатты довольнбыз, шүкір Аллаға. Бәріміз қуанып жатырмыз осындай еңбегімізді бағалап, сіздердің тыңдағандарыңызға, тыңдап жатқандарыңызға. Және де соңғы
релизға тоқтала кететін болсам, біздің Ирина Кайратовна группамен бірге «Мұң» деген әніміз жарыққа шыққан болады. Ол әнді TikToktан бәлкім естіген боларсыздар, мүмкін естімесеңіздер, ести кетсеңіздер. Ол әнде қазір топ чартта 20-шы орында тұр ғой деймін, қателеспесем, көтеріліп келе жатыр. Сондай күшті жаңалықтар, осындай біздің осы жылғы әндер фиттармен толығайын деп тұр бұйырса. Ән жинағымыз осындай фиттармен толығып жатыр. Бұйырса тағы да күшті әншілер жазатын боламын. Кіммен жазуға болады? Айтыңыздар. Розыбайға ауыстырамыз ба? Бәріміз лайк басайық дейді. Бәріміз басайық, келісем. Давайте. Тема. Бәріңізге рахмет. Менің ағыма қатты ұқсайсыз дейді. Может быть, біздің Батя бірдеңе бүлдірген шығар. Жақтан біледі. Может быть, бірдеңе бүлдірген шығар. Баяғыда. Так. Кәусардан сәлем дейсіз бе? Кәусарға саған сәлем. Ал, мен розовый қып көрейінші, қазір ауыстырып, пока көк болып тұрды да. Розовый қып көрем. Типа гендер пати қылып жіберейік та, енді. Olma? Derski ma? Розовый болма? Қатты көрмей алдың о. Қазір. Бүйтіп қойып қойын да мына жаққа, мынаның үстіне қойсам болады екен өтпекші. Қазір. Мынаның үстіне қойып қойыншы бүйтіп. Қалай? Дерскі болды ма? Болмады ма? Қатты көрінбей қалды ма әлі? Розовый екен. Қатты көрінбей қалды, бірақ күшті не беріп тұр, сонда да. Қалай, осын қалдырайын ба, или ауыстырайын ба? Нормально сияқты, бірақ. Зато нарезкаларда әр түрлі фонда болады да, біреуде розовый, біреуде көк деген сияқты. Ал. Алматыда Қашқада болатын концерттің сіздермен бірге, Алла қаласа, жақын арада бөлісетін боламын. Қайшан, қай жерде болатынын, концерт жасамағаныма 2 жыл уақыт болады осы жеке концерт болмағанына. Сондықтан сіздерді сағына жаңа әндер шығарып, қайтадан бұйырса, Алла қаласа кездесетін боламыз. Почти 1 миллион лайк болыпты, бәріңізге рахмет. 21-ші орындамыз дейді. Бірақ ол не важно, главный сіздермен күшті, қатпай әңгіме айтып отырсақ, сол жеткілікті. Мені танымайтын егерде жандар болса, осы сіздердің араларыңызда менің есім Садрадин, мен аздап музыкамен айналысып келе жатқан әртіспін, кішігірім. Сондықтан да маған тіркеліп, менің әндерімді тыңдай жүріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Садыр Семейше дейді. Бұйырса турдың ішінде енді мен барлық қалаға бару мүмкіншілігі жоқ, себебі әрбір қалада залдардың да, техниканың да аздық себебінен де, бірақтан да егерде біз кеше ғана сөйлескен болатынбыз осы жайлы, мен айттым, не обязательно залдарға үлкен арена ондай болмаса да, кейбір қалаларда кішігірім залдарда да ән айтсақ деген, мысалы отырып тыңдайтын залдар бар ғой, мысалы филармония деген сияқты, сондай театрда мүмкін, сондай жерлерде де егерде бізде көп сұраныс түсетін болса, әрине білем, сіздердің маған 1 жыл 2 жыл бойы жазған хаттарыңызды қашан келесің деп, сондай қалаларға да баруға егер сол ұсынысымыз қабылданып жатса, әрине Қазақстандағы барлық қалаға барушы едім, көреміз енді. Бірақ барынша үлкен қалалардың барлығында концерт жасайтын боламыз, бұйырса, Алла қаласа. Сіздермен соны бүгін бөлісейінші деп кірдім. Бәріңізге сәлем.
маған тіркеліп отырыңыздар. Жаңадан кіріп жатқан 7000 адам отыр екен. 7000 адам деген өте көп көрсеткіш. Сіздерге рахмет. Енді әлеме сая сияқты 20 000 адам. Осыған да күшті қуанып отырмын. 1 миллион лайк болды Садыр дейді. Рахмет. 1 миллион лайк үшін. Қызылордаға бір рет болсын келші дейді. Жоқ болып кеттің ғой дейді. Барайық. Мен алдында шашымды үйістіріп жасап жүрдім да, сол что-то комментарийда оқыдым, осындай шашың ұнап қалды что-то деп. 2024 есімізге түседі дейді. Осындай ма ол? Осындай шаш па? 2023 па қалай? Қай жылы есіне түседі дейді. Өз қай жылы болды менде мұндай шаш? Қалай? Осы ма? Осы шаш па? Дұрыс па? 24 жылы дейді. Может быть. 24-те осындай болды ма не? Түркістанға келсек, барлық қалаларды жазып жатсыздар, білем, күтіп жатсыздар. Бұйырса сіздермен турдың мәселесімен, афишасымен де бөлісетін болам. Әлі разработка жасап жатырмыз. Сіздермен араға 2 жыл салып, сағынып қауышқалы жатырмыз бұйырса. Сол жаңалықпен бөлісіп қойыңыздар, бұйырса Садырайдың туры болады. Алматыда жеке концерті болады деп. Тараз дейді. Таразда мен барып көрмеппін Таразға. Жоқ, барғанмын бұдан кейбір концерттерге, бірақ жеке концерт болмаған. Тоғжан сәлем бәріңізге сәлем. Садыр ұятсыз дейді. Неге ұятсыз? Мені неге ұятсыз деп ойлап кеттіңіздер. Біз келістік қой алдында, мен эфирде мамам отыр еді. Мамам көріп отыр еді. Аккуратно айттым да алдында сіздерге. Ондай нәрселер айтпаймыз деп. Ондай өзім айтамын, ондай ұятсыз эфир болатын кезде. Бұл ондай тәрбиелік мағыналы бар эфир еді. Жай аккурат айтып қойып отырмын. Мам, сәлем. Тәртіпті деп айтсаңдаршы. Мен жайлы мақтап жүріңдерші, мамам көріп отыр. Комментарийге мақтап жүріңдерші кән. Мені қазір айтады өздері. Мақтаңдаршы кән. Көрейік. Комментарийге. Босаңдаршы, жазсаңдаршы. Не дейді? Садырайдың өте тәртіпті болады дейді. О, Садыр пысық дейді, ақылды дейді. О, міне мамашка көріп отыр дейді. Тағып жаза беріңдер, тоқтатпай жаза беріңдер. Мамашка көріп қалды. Айта беріңдер. Ақылды дейді. О, тәртіпті өзі кейде ішетін болмаса. Не айтып жатсыңдар? Не айтып жатсыңдар? Не айтып жатсыңдар? Мақтап жаза беріңдер. Мамашка көріп отыр. Давай. Жаза беріңдер. Давай. Не дейді? О, әдемі мақтадыңдар. Молодцы. Осы жетеді. Мамаш көрді, уже сенді менің тәртіпті бала екенім. Иә, мамам сенді, көрді. Надеюсь, все. Болды. Дальше сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Сіз қаншадасыз дейді? Мен 23-темін. Қазір 23-темін. Или айтуға болмаймын. Мен жоқ, бага 19-дамын мен әлі. Әйелің сенен 4 жас кішкентай болса, стрём или норм? Норм, неге? Жақсы ғой. Әйел кішкентай болған жақсы емес па? Так. Қарақалпақстанға да келіңші дейді. Мүмкін барамыз бұйырса. Мен кеше ғана айттым, Қарақалпақстанға барайықшы деп. Егер де бізге турын жасап беретін болса, концерт, біз барамыз Қарақалпақстанға да. Келіңіздер, егер де сол концерттеріміз жасап жатсақ бұйырса, бәріңізді күтеміз. Сәлем, 8000 адам отыр екен. Бәріңізге бізді көріп отқан эфирдің ар жағында көрермендер, телефонның ар жағында бәріңізге дұғайды. Сәлем, менің атымнан Садырайден. Бәріңізге бақыт тілеймін, дендеріңізге саулық тілеймін, аман болыңыздар. Сол 8000 адамның құрметіне мен бір өлең айтып берсем, бола ма? Егер де гоу десеңіздер айтып берейін. Және де қандай ән айтайын, жазып кетсеңіздер болады. Hello.
осындай свет сатып алғам ғой, соны бүгін қолданайыншы дедім. Студиямда тұр еді офиста. Соны бүгін специально келіп эфирға кіріп жатқан жайым бар. 8100 адам отыр ма? Дұрыс па көрдің ба? Иә, 8100 адам отыр екен. Телефонды айтып берші дейді, менің адамым дейді. Давайте қазір кім қандай әннің аты көп жазылады, мен сол әнді қолымнан келгенше орындап беретін боламын. Бәріңіз жазайық комментарийға қандай әнді орындап берейін. Кеттік. Такси дейді. Давайте бәріміз жазайық. Мен қазір бір 2 минуттың ішінде көрейін қандай әнді көп жазасыздар, сол әнді орындап беретін боламын. Комментарийға бәріңіз жазайық. Және де желательно менің әнімді жазайық. Мен басқа көп өлеңдерді білмей қалуым мүмкін. Такси дейді. Что-то такси көп көзге түсіп жатыр. Давайте бөлме дейді. О, сіз ятсыз екенсіз. Неге сіз бөлмені айтып берші деп жатсыз? Ятсыздау екенсіз. Бөлмені көп сұрап жатыр адамдар. Йо-майо. Ятсыз адамды қоздырып үйтіп айтпасаңдаршы. Үйтіп. Неге үйтіп айтып жатсыңдар? 8-ші. Мелодрама дейді. О, ана дейді. Осы ана. Давайте, менің адамым что-то көп жазып жатыр. Так, бөлме дейді. Походу бөлмені көп сұрап жатқан секілді. Құрметті футбол сүйер қауым, сіздермен мен футбол комментаторы. Бүгінгі матч біздің Испания мен Франция арасындағы матчты тамашалай алатын боласыздар. Нұрда өлет бақалым. Казспорт арнасында сіздермен бірге мен жақсы жүргізетін сияқтымын. Казспорт арнасынан тамашалай аласыздар. Арнадан алыстамаңыздар, қазір бізде бірінші тайм аяқталды. Давай, менің адамым дейді, бөлме дейді, ал қолдан келгенше бәрін орындап берейін. Қазір 8800 адам болды. 10.000 адам болса, мен не істейін? Айтыңдаршы. 10.000 адам болса, не істеуге болады? Давайте, сендер желание айтасыңдар, соны мен орындаймын. Бірақ миға сиятын күшті желание айтыңдар. Качествосы күшті болып тұр, маған ұнап тұр что-то бүгін эфир. Мен осылай телефонмен кірген ұнап қалды что-то маған, баяғыдай ше. 9300! Базар жоқ. 9300 адам болып кетті. 9400. Уже тездетіп жатыр адам да. Походу бәрі андай сыртымен. Түсіндім мен сендерді. Сыртымен кіріп отқан екенсіңдер ғой сендер бәрің. Уже 10.000 қыз жүрген. Бәрі сыртымен көріп отқан екенсіңдер ғой сендер, ішіне кірмей. 10.000 адаммен отқанымша. Мам, мен звездамын ғой, мам. Мам, мен звездамын. Айдай сенің жүзің, еріңнің гүлді қылғындай қызыл, тариф көп айта беруге оған сөзін. Ал, қандай ән айтып берейін? Кеттік. Бөлме дейді, бөлме афро ал альбомнан кезекпен кезек әндерді айтып берейін, сосын сіздер пока желаниелеріңізді ойлана беріңіздер. Мен уәде еткендей айттым ғой жаңа, бір желание айтып орындап беремін. Ал, кеттік онда. Қайсын орындап берейін бірінші? Бөлмені айтып берейінші. Келесің бе, келесіде уақытыңды айтшы, бөлесің бе. Қол нәпсіні тыя алмаймын, мен ондайға ұзақ шыдамаймын. Сөйлесейік жүрші бөлмеге, жарық емес қара бөлмеде. Сұрақ қойма болды үндеме, жаным үндеме. Жылы сөздер айтшы құлаққа, сыбырлап бір ырғақта әлім қалмай шаршап тұрмын, шары қазамда аңсап тұрмын, сені аңсап тұрмын. Неше рет кездесіп бұлайда, қайдаш кездесек болмай ма, сағында осылай ма, ішіңде көбелек ойнай ма, не деген көрген едің бай, бұл жолы ерекшесің ойбай, осымен бәрі бітті давай, келесі кездескенше бай. Нәқтен қыздар шығып келеді, қажап, пока көріп келейші.
Жоқ бая. Осындай әннен кейін неужели атып шықпайды біреу. Так, 10.000 адам болып тұр. 10.700. Кеттік. Так. Так, енді қандай өлең айтып берем дедім жаңа. Менің адамымды айтып берейін, я? Жағыным менің жаным, менің адамым. Ішінен мұң сұлудың сені қаладым. Өзгеге мықтымын да өзіңнен ғана жеңіл аламын. Сендей жан енді маған тәңір бермейді. Bir sözün жүректегі бар мұң демдейді. Мен сенен айырылып қалғым келмейді. Қалғым келмейді. Келесі ән Афроны айтып берейін енді. Ай, солу едің сен еткен еңіліктен жебектен айнымайдың ғой жеткен. Белге түскен бұрымың ерге сондай қылығың қаянадан туылдың. Ай, қаянадан туылдың. La Ал, осындай афро. Енді так қандай өлең айтып берсем болады екен. Алдында эфирде айтқан ханшайым көп жақсы тыңдалыпты, е? Что-то тренд болып кетті. Кешірім сұрайын. Так. Көп сол ханшайым әні жақсы тыңдалған сияқты, Ғаділбек ағамыздың әні. Сізге сәлем, Ғаділбек аға. Егер осы видеоны көріп тыңдасаңыз, ханшайымды айтып берейін, рұқсат болса, е, сіздерге. Ханшайымым-ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым-ау, бағымды менің жалғыз өзің еселе, кеше бер, бағаңа жетпей жатсам егер сен кезде, сен кеше гөр. La 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 Hey, bәрі сұрген Так, қандай өлең дейді? Мұң бөлме дейді. Бөлмені қазған айтып бердің ма? Мұң дейді. Так. Түн дейді. Оппа. Көңіл күй түсіп кетпей ма? Көңіл күй түспесін. Тағы қандай өлеңдер дайындаған едім мен? Тойский бір өлеңдер бар еді.
Quvanadım көтерілсем биікке, мұңайсам үміт сыйлар үмітке. Сен бар кезде қиындықты еңсерем, жеңіл ой ауыр жүкті. Досым, 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 жаным адал досым. Досым, 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 ай, біздерді тағдыры қосты. Біздерді тағдыры қосты. Қуанатын көтерілсем биікке, мұңайсам үміт сыйлар үмітке. Сен бар кезде қиындықты еңсерем, жеңіл ғой ауыр жүкті. Так, жаңа желание жайлы. Так, не айтып жатыр екен? Көрейік. Қандай желание айтып жатырсыздар? Күзді айтып берші дейді. Мұңайып кетпейміз ба? Қанша күн дейді. Опа! Міне. Міне. Дәл дейді ғой. Сені сағынудан шар. Нақтан айтыңыз, жоғары. Ай, сені сағынудан шаршадым, жүрегімді қаншамын ойламайтын жаным сенің бармағын. Сені сағынудан шаршадым, амал бітті қарағым, жолы сенің қалаңа дейін қанша күн. Жолы сенің қалаңа дейін қанша күн. Ай, дүрдің дүңдің дүрдің дүрдің дүңдің дүрдің дүрдің дүңдің дүңдің дүрдің дүрдің дүңдің дүрдің дүрдің дүңдің дүңдің дүрдің дүңдің дүрдің 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 дүңдің дүңдің дүрдің. Мама қара, қандай еді? Мама қарағаны сондай сүйкімді, осары ұрлап жүрген түнгі ұйқымды, қылықтары келтіреді күлкімді, сондай қырсық ал кейде бір түрлі. Ай, ал кейде бір түрлі. Қалаймын сенің маған ғана түзгеніңді, алыстан тек мені ғана сүзгеніңді. Қорықпа жүр әлемме жол тарттырам, жүрегіңді емдеп алам, өзім емдеп алам. Сені сағынудан шаршадым, жүрегімде қаншамын ойламайтын жаным сенің бармағын. Амал бітті қарағым, жолы сенің қалаңа дейін қанша күн. Жолы сенің қалаңа дейін қанша күн. Бәріңізге сәлем, жаңадан кірген адамдар болса. Так, Садыр алтынымды айтып берші дейді. Оппо, так. Жақсы вопрос. Так. Кімді кінәлайсың айтпақшы? Қазір топ чартта жақсы көтеріліпті. Қазір топ чартта. Жақсы кәдімгі. 20-шы ма? 21-ші орында тұр. Телефонды айтып берші дейді. Ой, телефон. Сен маған түнде телефон соқты, келістік пе оқ па, әлде нөмірім жоқ па? Хабарлас, ашық саған көңілім, абоненттік нөмір түгіл өмірім. Сен маған түнде телефон соқты, келістік пе оқ па, әлде нөмірім жоқ па? Хабарлас, ашық саған көңілім, абоненттік нөмір түгіл өмірім, нөмір түгіл өмірім. Куплеті ғана еді.
Mыңнан артық бір өзі, гүл сыйлар ем гүл өзі, ашық жарқын қабағым мен мінезі. Ей, сағынбауға себеп жоқ, өзге сұлу керек жоқ, саған лайық әдебиетте теңеу жоқ. Aşkım beni yara, beni yara. Eliyle sarı bana, sen mağan dilim zorda, kestik be yok baldın ömürüm жоқ bay. Хабарлас aşık sağın көңілім, абоненттік нөмірім, нөмір төгіл өмірім, нөмір төгіл өмірім. Сағынышты айтып берші дейді ғой. Сағынышты айтып берейін, ә? Так. Так, сағынышты айтып берейін. Ай, алыстағы менің жақын адам, тұрғынымыз қазір екі қаланың, сағынышты қалай кетір алам. Ай, 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 түнде қарап сенің суреттеріңе, таңғаламын сондай күн жеткеніне, бауыр басып мен әдеттеріңе. Бары жоғы бір ағай өткізіп ем өзіңнің қасыңда, татитындай сол бір айым бір ғасырға, бақытты едік сол кездерде біз расында, расында. Ай, бірақ сәтте берілдік те біз ашуға, себеп болдым тамған көзіңнің жасында, қоя салу керек бет бәрін басында, басында. Ай, 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 Ey dostum, bizleri de takdir kostu. Takdir kostu, takdir kostu. Бәрі звондап кетті. Егер қатып атса ренжімеңіздерші. Жауап бар ма айтып берші дейді. Бәрекелді онда. Бәрекелді. Кеттік. Цей! Так, қалай еді ол? Ай, жүрегіме жаздым сенің атыңды, қарашы менің жазған хатымды. Жаныңда жүр жаным сенің жақсы адам, ей, сөзіме жауап бар ма? Ай, сөзіме жауап бар ма? Шын айтам ғашықпын көзіңнің қарасына, көзіңнің қарасына, көзіңнің қарасына. Менімен қалдысың қасымда қаласың ба, қасымда қаласың ба, қасымда қаласың ба. Жүрегіме жаздым сенің атыңды, қарашы менің жазған хатымды. Жаныңда жүр жаным сенің жақсы адам, ей, сөзіме жауап бар ма? Сөзіме жауап бар ма?
алматы ең алғашқы махаббатым. Алматы ең алғашқы махаббатым, шығарғандым Мұхаммед атаматын, қадірі шартарапқа апаратын ару қалай. Алматы ең алғашқы махаббатым, шығарғандым Мұхаммед атаматын апаратын ару қалай. La 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 Ай ай қарағым ай, сызылды қарағың ай. Ай ай қарағым ай, жап-жарық жанарың ай. Тура қарап айтарым, жүрегімді шайқадың. Сен қараған сол сәтте сезіміңді байқадым. Өзің бол сенде жүрегімнің егесі, сақинаны таған жалғыз жүр ғой демесін. Кешке жақын шықшы бір қыдырып қайдайық, мені алып бірге махаббаттың кемесін. Ай ай қарағым ай, жап-жарық жанарың ай. Ай ай қарағым ай, жанарың ай. Мен алыста тұр еді да телефоным ше, оқи алмайатырмын. Қазір мен қолым алайынша телефон болмай кетті ғой, что-то бүйтіп отырайыншы, что-то алыс болып кетті. Сымбат дейді, сымбат деген кім? Бәрі сымбат батыл деп жазып жіберді ғой маған. Мен ондай батыл ойнамаймын ғой, білесіздер. Мен ойнай алмаймын ондайды. Кешіріңіздер егер. Батыл маған ол кішкене келмейтін сияқты, батыл ойнаған. Ондай нәрсе қалай болады екен? Так. Сымбат батыл ойнасын деп жатыр дейді. Сымбатқа айтыңыздар, сымбат деген. Кім сымбат деген? Бірақ айтыңыздар, Садыр ойнай алмайды деген деп айтасаңыздар. Садыр ойнай алмайды деген ондай нәрсе түсінбейді екен десеңші. Қоса алмайды екен деп бәлем. 40 минуттан астам уақыт болыпты, иә? Достойно. 40 минуттан асты уже, әдемі. Бірақ қызық эфир болды деп ойлаймын я бүгін. Что-то светлый такой, интересный эфир болды. Бір рет болсын ойнасаң болады ғой дейді. Мен ойнамаймын просто оны арзан шынымен. Қалай ойнайтын білмейді екенмін. Шынымен. Шашым же аламын мен же. Алып тастамасам болмайды ма? Кучемпио болып тұр ғой мына жерім. Чолқым. Кучемпио болып тұр ғой. Алып тастау керек мен же. Ата қарсайын анда. Андай күшіктер бар ғой, қымбат. Орыстар ше бүйтіп. Көз жабылып жүретін. Сол сияқты болып тұр ғой. Жоқ қойыншы кішкене. Бұл бандит болып тұр ғой. Так. Галочка құтты болсын дейді. Сіз сәл кешігіп қалған жоқсыз ба? Мен галочка алғаныма 2 жыл болды ғой. Сәл кешігіп қалды деймін, бірақ нормально құттықтағаныңызға. Лучше поздно, чем вчера. Поздно вчера дейді ғой. Сондай ғой. Лучше никогда, чем поздно дейді ғой. Все. Әдемі. Қате айттым, е? Лучше никогда, чем поздно. Лучше поздно, чем никогда. О, міне. Лучше поздно, чем никогда. Құттықтағаныңызға рахмет. Сымбат, ойнасайшы дейді. Ойнамаймын шынымен, ренжімеңізші. Оны түсіндіріп бүйтіп не істемесе. Өтініш. Ойнамай қойыншы ондай нәрсені. Білмеймін, мен лучше әңгіме айтып отыра тұрайықшы.
Сымбат егер ойнақысы келіп жатса хабарласын да. Кешірім. Мамашка. Ұрсат маған. Ұрсып жатыр онсыз. Неғып ондай нәрселер айтып жүрсің деп. Оны бірақ әркім әртүрлі түсінеді да, біз оны өзіміз. Сосын анау 3 минут дегенді бәрі сұрап кетті, не деп. Ол 3 минут деген раунд қойып, бір раундта 3 минут. 3 минутты бөлесу деп жатырмын да, тез. Бір раундта тезірек, баң-баң. Ұйықтатамын деп жатырмын. Сол так что соны маған көшеде де сұрақ кетті бәрі. Вот сондай. Оны әркім өзі әртүрлі түсінеді. Еще оны эфирда да андай адамдар неге шығарып жіберді, неге андай жаңалықтарға бір нәрселерге. Ондай нәрселерді болмайды ғой, олай айтуға. Мен үйтіп айтқан жоқпын ғой. Неғып үйтіп түсінеді, адамдар түсінбедім, үйтіп түсінеді. Так, қашан кездесеміз дейді. Қашан сезесеміз. Так, қалайсыз дейді, жақсы. Рахмет. Так. Алло, Бану қайдасың дейді. Алло, Бану қайдасың? Кіре алмай жатыр дейді. Қалай кіргенде? Қалай кіре алмай жатыр? Jenny дейді. Jenny. I like Jenny. Так. Айым бекен ай, күнім бекен ай. Өзі сұлу, өзі жас, кімнің қырары екен ай. Айым бекен ай, күнім бекен ай. Өзі сұлу, өзі жас, кімнің жары екен ай. Айым бекен ай, күнім бекен ай. Өзі сұлу, өзі жас, кімнің жары екен ай. Қыз бар ма дейді. Қыз пока жоқ. Егер пайда болса айтам. Қыз пока жоқ, өкінішке орай. Мынандай түрмен қыз қарамай жатыр ғой бізге. Сәл серьезный болу керек та, сол үшін ше. Алло, вообще мынандай болғаннан кейін қарамай жатыр. Так. Қыз ғашық дейді. Мені қарай салайын дейді. Болды, ертең үйленеміз. Дайын бол. Ертең үйленеміз. Ертең алып кетем. Елікпен барып. Қашан кездесеміз? Көтін сездесеміз. Түсінде не дейді? Түсінде не? Андай, не ғой, андай капа ғой. Түсінде сондай бар, ешті. Неге фиолетовый дейді? Фиолетовый болғанда не ғой мынау? Андай жер ғой. Андай жұмыс дейтін ше. Қойдашы, сендер өздерің осындай сөз айтқызасыңдар да адамға ше. Өздерің де тып-тыныш, мысалы, әдемі отырдық та, эфирдің соңына келіп адам позор шығарасыңдар да. Эфирдің соңына келген кезде осындай сұрақтар қоя. Өздерің не провоцируйте меня, пожалуйста. Не провоцируйте меня, пожалуйста. Ондай сұрақ қоймаңдар, шынау не свет деп. Біліп тұрсыңдар ғой, ашын свет екен, неге фиолетовый. Сосын мен жауап берем. Андай жер деймін да сосын. Не деп жауап берейін енді басқа айтты. Өз әдем отырдық та эфирдің соңына дейін. Әдем сіз біздесіп ше. Сіз біздесіп отырдық эфирдің соңына келгенде. Провоцировать етіп жүресіңдер да адамды. Адамды өйстіп сөйлетесіңдер. Неше минут провокацияға берілмеу керек та маған ше, провокацияға. Берілуге болмайды маған провокация. Өздерің қоясыңдар. Мысалы, осы ертең саласыңдар да еще оны. Андай нәрсе айтыпты деп ше. Оны зачем, не керек бар еді да оны. Ондай нәрселерді айтып. Өздерің сұрайды. Мынау не фиолетовый свет дейді. Фиолетовый, розовый ғой енді. Барынша розовый қылдым ғой, барынша.
максимально розовым сделал, короче. Максимально розовым. Я, короче, на русском буду. Потому что аудитория уже расширяется. Сори, ребят. Аудитория расширяется, нужно по-русски говорить. Сымбат деп жатыр. Сымбат, пожалуйста, я не смогу сыграть с тобой. Потому что я батл не играю. Я только на дамбре играю. Я батл не играю, пожалуйста. Сымбат. Я просто не умею играть, если честно. Не умею просто. Сори. И у меня другой этот эфир, цель эфира другая у меня. Совсем нужно мне общаться в эфире побольше с слушателями, с зрителями. Я только на гитаре играю. Осылай айтып жатыр деп передайте, пожалуйста. Не провоцируйте меня, пожалуйста. Не провоцируйте, пожалуйста. Так, не понимаю, что вы говорите. Не понимаю.